қағаз беремін. Сонда мен саған 270 беремін. 890 болды. 4.110 теңге. Ал міне, рахмет. Келіп тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Аты жөніңіз кім? Оксана Тихомирова. Жақында 1 мамыр күні Қазақстан халықтарының бірлігі күні тойлап өтіледі. Сол мерекеге орай өзіңіздің айтарыңыз бар ма? Конечно, Аягөз халқына. Конечно, бар. Бирса, весь Казахстан, весь Аягузский район поздравляю с праздником, с первым днем мая, с Днем солидарности Казахстана. Желаю всем, конечно, в первую очередь мирного неба над головой, благополучия, чтобы все жили в мире, в дружбе, чтобы у всех в семьях было счастье, благополучие, чтобы все близкие, родные были живы и здоровы. Ну и всем нам, конечно, успехов в жизни. Соғыс болмасын дейсіз ғой? Соғыс болмасын, да, обязательно, конечно, это в первую очередь. Өзіңіз туралы кішкене айтып бересіз ба? Ұлтыңыз кім? Русская. Живу в Аягузе с самого рождения. Вышла замуж за казаха. Муж Айтказы улы Нурлан. Сын Рустам, 26 жастағы, живет в Алмате. Әріміз аман болай. Ораза қабыл болсын. Я оразаныз қабыл болсын. Астаған адамдардың оразан қабыл болсын. Каждый семьяда қуаныш көп, мереке, рыздық, береке мол болсын. Саудаңызға сәттілік тілеймін. Рахмет сізге, сау болыңыз.